Бір баяғыда бір кең әрі шуақты орманда өте сыпайы, өте әдемі ақ қоян өмір сүріпті. Ол орман жануарларына көмектескенді жақсы көретін, бірақ ешқашан өзінің қандай екенін көрмеген екен. Қоян айнаға үңіле бергенде, кенет айнадан өзінің бейнесінің орнына кішкентай тиын көрінеді. Қоян қорқып кетіп секіріп шегініп қалып, «Ой, мен тиын емеспін ғой!» деп айқайлапты. Төрт тиын сол кезде жоғарыдан қанат қағып дана үкі келіп қонады. Ол жануарлардың аң-таң болғанын көріп, бұл айна сыртқы түрлерінде емес, жүректеріндегі жақсы қасиеттерді көрсетеді деп жұмбақты шешіпті. Ал аюдың неге құмырсқа болып көрінгенін үкі былай түсіндіреді. Сенің жүрегің сондай мейірімді, кішіпейіл. Сол үшін айна сені кішкентай, бірақ ең ұйымшыл жануар құмырсқа етіп көрсетіп тұр. 8. Сол сәттен бастап барлық жануарлар айнаға сыртқы түрін көру үшін емес, жүрегін тазартып, жақсы қасиеттерін көбейту үшін қарайтын болды. Орман бұрынғыдан да мейірімді әрі көңілді жерге айналды.